әріптестер, 2026-27 оқу жылына дайындық ретінде жаңа заттар жасауды үйренейік. Сол үшін мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Көптеген видеолар менде бар және салатын боламын. Бүгін мен сіздерге қалай Gemini арқылы жұмыс парақшасын жасауға болады, соны көрсететін боламын. Ешқандай қиындығы жоқ. Яғни ол жұмыс парақшаны мысалы тақтадан шығарып қойып, оқушыларды кезек-кезек шығартып орындатуға болады, немесе басып шығаруға болатындай етіп қалай жасауға болады, немесе сілтемесін оқушыларға жіберу арқылы, оқушылар телефоннан орындау арқылы жасатуға да болады. Осындай жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен өздеріңіздің кітаптың бетін, мысалы сіз сол тапсырманы жасағыңыз келіп тұрған кітаптың бетін түсіріп жасауға болады. Мен сондай жолын көрсеткім келіп тұр. Егер сіздердің ноутбуктарыңызда кітаптың электронный варианты болса, сол зат арқылы скриндап істесеңіз болады, немесе суретке түсіріп телефонға, сол WhatsApp-қа жіберіп, сол арқылы жаңағы ноутбуктан скачать етуге болады. Яғни мен сөзімді дұрыс түсіндіңіздер деген ойдамын. Егер де осындай электронный вариантта кітаптарды қайдан табуға болады десе, осындай оқулық.kz деген сайт бар. Осы сайттан таба аласыздар. Өте осындай PDF форматта жақсы качествомен кітаптарды табуға болады. Ал енді мен осы бірінші тақырып 8-ші сыныптың биология. Мен өзім биология пән мұғаліммін, сол үшін биологиядан көрсетем. Сіздер тура осы инструкция арқылы өздеріңіздің пәндеріңізден жасасаңыздар болады. Яғни бұл жерде біздің жасанды интеллект құралы Gemini көмекке келеді. Енді мен осы бірінші тақырыпқа жасап көргім келіп тұр. Бірінші осы бетті мен скриндап аламын. Мына бетті скриндалды. Енді екінші бетін скриндаймыз. Міне, бар болған 3 беттік тақырып екен. Енді осы скриндалған парақты осы Gemini-ға саламыз. Егер Gemini-ді бұрын сонды қолданып көрмесеңіздер, қалай ашамыз, соны көрсете салайын. Мүмкін ондай адамдарда болуы мүмкін. Ол үшін Gemini деп жазсаңыз, жай ғана, Google осылай поисққа. Үстіп Google Gemini деген жазу шығады. Gemini, біреулер Gemini деп айтады, біреу Gemini деп айтады. Өзім Gemini деп айтып үйрен қалған екен, Gemini деп айта берейін. Google Gemini басамыз кәдімгідей. Өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен, мына жерде войти деп тұрады. Мен енді қазақшаға аудартып алғам, тілін бәрін, сол үшін менде қазақша тұр. Егер сіздерде көбінесе орысша болуы мүмкін, сол кезде войти деп тұрады. Сол кезде өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен кіресіздер. Google аккаунт егер жоқ болса, оны создавать ету керек. Яғни Google аккаунт бәрібірде қажет болады. Көп нәрсеге керек. Сол үшін Google аккаунт арқылы осылай кіресіздер. Міне үстіп кіресіздер, чат ашылады осылай. Сөйтіп мен мына жерде Canvas дегенді бастаймын. Маған осы Canvas дегенді қосып жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Негізі бұны қоспай ақ жұмыс істеуге болады. Бірақ маған осылай жақсы. Негізі осыны қосып істесеңіздер өте ыңғайлы деп ойлаймын. Сосын жаңағы скриндалған 2 скриншотымды осында жүктеймін. Міне, жүктеліп жатыр. Енді маған не керек? Мен промпт жазам қазір. Яғни біздегі басты маңызды нәрсе ол біздің промпт жазуымыз. Промпт деген не? Промпт деген біздің осы жасанды интеллектке беретін, яғни тапсырмамыз, бұйрығымыз. Gemini сол промпт арқылы бізге қажетті нәрсені жасап береді. Оны біз промпт деген әрине әр адамның өзінің фантазиясынан шығады деп ойлаймын. Не деп жазамыз? Маған осы тақырыпты түсіндіргеннен кейін
оқушылардың білімін тексеретін жұмыс парақшасын жасау керек. Ол жерде сыныпты оқушы аты жөнін жазатын жері болсын. Сосын мысалы деңгейлік тапсырма негізінде болуы керек. Енді деңгейлік тапсырма ретінде болсын деп жазсаңыз болады. Немесе басқаша өздеріңіз көресіздер, мен просто көрейін. А, Б, С деңгейлері, иә? Яғни ол оңай тапсырмадан қиын тапсырмаға өту керек. Мысалы, функционалдық деген қалай жазылады? Так, жарайды. Жағдаяттық, кешіріңіздер, мен кішкене жазылуды кішкене ұмытып қалдым. Жағдаяттық, сыни ойлауды талап ететін тапсырмаларды да қос, арасына мысалы тест, сәйкестендіру, сурет арқылы жұмыс жасайтын, жасайтын тапсырмалар болсын. Сосын бұл жұмыс, мысалы, жұмыс парағын шығарып қалатындай етіп жасап бер. Яғни печать етілуі керек деп жазып көрейін. Одан кейін бізде бал, дескриптор болуы керек. Ол балаға түсінікті. Мысалы, дескрипторды біз кәдімгі КТП бар ғой, содан алсақ болады, қазір көрейін қалай болады екен. Ол дескрипторды біз мақсатқа қарап құруымыз керек қой. Қазір 8 деген қайда кетті? Міне 68 деген. Яғни біз мақсатқа байланысты тапсырма құрап көрейік. Мысалы, бұл жерде бізде нау ғана тұр екен. Негізі қымыжы жасаймыз ғой, сол жерде 3 негізгі мақсат қойған кезде сол мақсатты алып, осыдан қарап дескриптор жаса деп жазсақ өте жақсырақ болады. Мен просто қойып көре салайын, сіздерге мысал ретінде көрсетіп отқаным ғой. Мысалы, мынау 60 слайд жарайды. Так, ол жерде барлығы, мысалы біз полный 10 балды бұл тапсырмаға ғана қоя салмаймыз ғой. Бізде мысалы басқа да тапсырмалар болды арасында. Үй жұмысы тексерілді, кішкене топтық тапсырмалар болады, немесе жұптық тапсырмалар болады. Мен айтқан сөзім жазылып кетіп отыр ма? Сол кезде бұған біз барлық 10 балды қоя алмаймыз, примерно 5 бал деп көрейін. 5 балдық шкалада жасап қой. Яғни бала ол жерде осы балды жинау керек. Сосын бұл жерден андай болады ғой. Мысалы, бұл деңгейлік тапсырма болғаннан кейін барлық 100% бала осы тапсырманың барлығын орындау мүмкін емес, міндетті емес. Мысалы, кейбіреуінің шамасы келеді, кейбіреуінің шамасы келмейді. Сол кезде былай жазып қойсақ болады, мысалы.
түсіндірме жазып қой. Мысалы тапсырмаларды қалай орындау керек? Бірақ енді бұл жазып қойдық қой жаңа дескриптор деп. Так, осыған HTML код жазып бер. Бұл енді бізде vibe coding. Мен енді өзімнің қалап тұрған тапсырмамның несін сипаттадым. Сіздер өздеріңіздікін сипаттайсыздар. Сіздер қалай көресіздер, мысалы. Күте тұрайық, өте аз ғана уақыт алады, көп уақыт алмайды. Мен мына жерге бүйтіп. Так, 1-90. Осы жерге сақтап қояйын. Менде мына жерде код жазылып жатыр, міне. Себебі бұл vibe coding арқылы жасап жатырмын. Vibe coding дегеніміз жаңа соңында HTML код жазып бер дедім ғой, сол. Бұл жерде не болады екен? Мына жерде жазып қойған, міне. Жұмыс парағы, биология, мына кішкене үлкейтіп ашайын, иә? Cell biology. Жауаптар кілтін көрсету дейді. Так, маған мына жерден андай бірдеме керек болып отыр. Бұл жерде әр оқушы тапсырма орындап болған соң аяқтау кнопкасы болсын. Сосын жауап содан кейін көрінсін. Қате болса, не үшін қате? Соны да сипаттап берсін деп қойайын да. Пока қарай берейік, қалай жасаған. Бізде мына жерде басып шығару дегенді көрейін, қалай жұмыс жасаймын екен. Иә, жұмыс жасайды екен, өте күшті. Иә, 3 бет парақ қылып шығарып береді екен, 4 бет екен даже, иә. Міне жұмыс парағы, прокариот, эукариот жасушалары, ат жөні, сыныбы жазылады. Міне телефоннан қалай ашып көруге болады екен, көруге болады. Бұлай. Оқушыларға нұсқаулық және бағалау критерийі 5 баллық шкала. А деңгейі прокариот, эукариот ерекшеліктерін тест арқылы табады. Суреттер организмдерде Б деңгейі аргон қолданумен талдау, жоғары деңгей сыни ойлау, жағдаят биология есептер талдап, автолизбен жасушы өзгерістен баға береді. 2 балл, 1-де 5 балл, 1-де 5 балл, міне толық 5 баллды шығады. Білу және түсіну А деңгейі, мына жерде тест орындайды екен. Прокариот ағзалардың басты ерекшелігі қос мембраналы. Я, ДНК қызылсақиналы цитоплазмада тікелей жатады. Қос мембраналы айқын. Ядросы болмайды бізде прокариоттарда, иә. Эукариоттардың жасушада амин қышқылын нәрозға біріктіреді. Рибосомада бізде нәроз биосинтез жүреді. Мына жерде не дейді? Жаңа біз өзгерт деген міне дұрыс. Осыны көрейік бағанағыда.
егерде бір жерлері ұнамаса, осылай астарына жаза бересіздер ғой. Өйстіп жаза бересіздер и дальше шығара бересіздер. Так. Міне, осылай керемет, өте күшті шығарып берді деп ойлаймын. Жалпы С деңгейі жағдаяттық дейді. Тапсырманы аяқтау және тексеру, 0 бала алды деп шығарып тұр, міне. Өте әдемі шықты деп ойлаймын жалпы. Осы сияқты тағы да тапсырмаларды жасап көре бересіздер. Өздеріңіз эксперимент жасай беріңіздер, неше түрлі болып. Енді осыны скачать етіп, кәдімгідей жаңа мен мына жерін басып скачать еттім, жүктеу алу дегенді. Ол бізде қалай жүктелді? Загрузкида тұр. Менде бағана екеуі жүктелді, біреуі менде қате шықты, оны өшіре салам сразу. Енді міне менде бұны өзімнің жүйелеуіме сап қояйын. Менде сентябрьге, яғни қыркүйек айына бірінші сабағыма тапсырма мысалы дайын тұр. Көп уақытымызды алған да жоқ, тіпті ойланған да жоқпыз. Ұнамаған жері болса, өзгерту керек жері болса, аласыздар да осының астына жаза бересіздер. Мына жауап кілтін көрсету деген вообще алып тастау керек. Мына мен қазір қайтадан жазайын. Мына мысалы мынаны алып тастау керек. Себебі бұны жауапты қай кезде көретін болу керек. Аяқтау дегеннен кейін ғана көретін болу керек қой. А мынаны вообще алып тастау керек. Мына менде балалар орындамай жатып жауаптарын қарап отырады ғой. Сол үшін мына дұрыс емес. Мына жауап кілтін алып, бұны мына жерге жазамыз. Жауап кілтін көрсету деген болмау керек.